Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөз таптары. Бүгінгі сабақтағы мақсатымыз сөйлемнен сөз таптарын, зат есім, сын есім, сан есім және етістікті табу. Күннің шуағы. Барлығымыз бірге қайталайық. Қайырлы күн, достар. Бүгінгі күн міне сәттілікке толсын. Біздің алар бағамыз кілең бестік болсын. Жарайсыңдар. Орнымызға отырып, дәптерімізді ашамыз да бүгінгі күнді жазамыз. Бүгін қаңтардың 10-ы. Бірінші тапсырма. Өлеңді түсініп оқы. Туған өлкем. Көгінде күн нұрын төккен, жерінде гүл жұпар сепкен. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Алтын дәнді даласы бар, ақ күмістей қаласы бар. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Өтебай Тұрманжановтың өлеңі берілген екен. Осы өлеңнің бір шумағын жатқа жазыңдар. Жазғандарыңды оқулықпен тексеріңдер. Алғашқы екі сөйлемін сөз таптарына талдап, әр сөздің үстіне қай сөз табы екенін көрсетіңдер. Алғашқы екі сөйлемі дегеніміз көгінде күн нұрын төккен, жерінде гүл жұпар сепкен. Екінші тапсырма. Суретке қара, тақырыбын анықта. Сурет бойынша әңгіме құрап, мәтіндеріңді дәптерлеріңе жазып алыңдар. Жазған мәтіннен қай сөз таптарының сөздері қолданылғанын анықтап табамыз. Және үстіне жазып қоямыз қандай сөз таптары екенін. Ал балалар, бір сергіп алайық. Мына пішіндерден сәулетті ғимараттар шығатындай етіп, суретті жалғастырыңдар. Біздің елімізде, біздің жерімізде қандай сәулетті әдемі ғимараттар бар еді? Үшінші тапсырма. Сөздерді оқы, олардың қай сөз табына жататынын анықта. Ол сөз таптарын анықтау арқылы мына сызбаларды толтырамыз. Сабақты балалар қорытындылайық. Мына сұрақтарға жауап беріңдер. Зат есім дегеніміз не? Заттың іс-қимылын білдіретін сөз табы қандай? Ұзын сөзі қай сөз табына жатады? Жауаптарыңды маған жібересіңдер. Сабақтан алған нәрселерің қандай? Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Қандай қиындықтар болды? Үй тапсырмасы. 7-ші жаттығу. Әкең сенен жас суретші студиясына жазылуыңды өтінді. Бірақ сенің қолөнер үйірмесіне қатысқың келеді. Бұл жағдаяттан қалай шығар едің? Өз ойыңды шағын жазамыз. Сабақ аяқталды, оқушылар. Сау болыңдар.